Сәлем достар, Тәм Дастархан каналына қош келдіңіздер. Қазіргі күннің ыстық болуына байланысты сіздерге салқын көженің жасалу рецептісін көрсетеміз. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сонда ғана біздің жаңадан шыққан видеоларымыз сізге жететін болады. Салқын көжені жасау үшін бізге тек қана 300 мл айран, 300 мг бидай керек. Оның орнына арпаны қолдансаңыздар да болады. Ең алдымен бидайды ыдысқа салып, әбден тазалап жуу керек. Бидай таза болу үшін оны кемінде 3-4 рет жақсылап жуу керек. Бидайдың үстіне жеткілікті мөлшерде су құйып, оның қақпағын жауып қайнату керек. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып тазалау керек. Ең соңында 3 қасық тұз салып, қақпағын ашып 2 сағат бойы қайнатамыз. Арасында осылай түбін араластырып қойған дұрыс. Екі сағат өтті, енді көжемізді араластырып, дайындап қойған айранымызды үстіне құйып, араластырып, қолдана берсек болады. Салқын көжеміз дайын болды. Дәмі сондай керемет. Жазда ештеңеге тәуе тартпай тұрған кезде жасап көруге ұсыныс етемін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.